Сәлем достар, сіздермен BI Academy және мен Тоқтамұратов Дауылат. Біз өткен сабақта PHP мен Open серверді байланыстыру, эко операторы және комментарий жазуды үйренген болатынбыз. Бүгінгі сабақта біз PHP тіліндегі айнымалылар, деректер түрлері және математикалық операторлар туралы айтатын боламыз. Ол үшін біз программамызға кіреміз. Жалпы PHP тіліндегі айнымалылар доллар символымен белгіленеді. Мысалы, сан 1 тең 10 болсын. Сан 2 тең 20 болсын. Бұларды экранға шығару үшін біз эко операторын қолданамыз. Эко сан 1. Бірінші санды шығарайық. Сақтаймыз. Тексеріп көреміз. 10. Бірінші сан шықты. Екіншісі сан 2. Сақтаймыз. Тексеріп көреміз. Екінші сан шықты. Енді біз осы екі санды біріктіріп жазатын болсақ, сан 1 нүкте, яғни нүкте арқылы байланыстыратын боламыз. Сан 2. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. 10, 20. Сандармен сөздерді біріктірсе болады. Мысалы, берілген сан нүкте. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. Берілген сан 10, 20. Тағы бір мысал келтіретін болсақ. Доллар тексті тең тырнақша ішінде PHP. Доллар сан 3 тең 8/1. Енді экранға шығарамыз. Эко тырнақша ашамыз. Так, тексті тілінің версиясы. Так, доллар сан 3. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. PHP тілінің версиясы 8/1. Жоғарыда көрсетілгендердің барлығы бұл өзгеретін айнымалы болып табылады. Енді өзгермейтін айнымалыны қарастыратын болсақ. Так. Define. Мысалы, жасты алатын болсақ. Жас адамның жасы өзгермейді. My age 20. Echo my age. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. 20. Енді деректер түрлерін айтатын болсақ. Мысалы, 10 комментариймен жазып кетсек болады. Integer, яғни қысқартылғанда int деп аталады. Бұл бүтін нақты сандарды білдіреді. Так, сосын комментарий float. Бөлшек сандарда қолданылады. PHP бұл string, яғни жолды білдіреді. Жолдарға қолданылады. Енді математикалық операторлар туралы айтатын болсақ.
Мысалы, доллар X тең 10 болсын. Доллар Y тең 20 болсын. Бұл екі санды қосу үшін біз эко доллар X плюс доллар Y-ті жазамыз. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. 30. Яғни 10 мен 20-ның қосындысы 30-ға тең. Сол сияқты азайту, көбейту, бөлулерді тексеріп көрсек болады. Сақтаймыз, тексереміз. Қосындысы 30, айырымы минус 10, көбейткенде 200, бөлгенде 0,5. Тағы бір мысал келтіретін болсақ, эко MPI. Так, сақтаймыз, тексеріп көреміз. Бізде пи санының мәнін беретін айнымалы. Эко М Е. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. Бұл екінші тұрған 2,171 Е санының мәні болып табылады. Сондай-ақ математикалық операторлар ішінде кіріктірілген, яғни встроенный операторларда қолданылады. Мысалы, эко ABC жақша ішінде минус 22. Яғни бұл оператор, ABC операторы минус санды да плюсқа айналдыратын оператор болып табылады. Яғни модул қызметін атқарады. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. 22. Минус 22, 22-ге айналды. Келесі бізде эко раунд. Жақша ашамыз. Мысалы, 5-те 45. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. 5. Бұл 5 деген, яғни бүтін санды бөлшек санға келтіру үшін қолданылатын оператор, бұл раунд операторы болып табылады. Тағы бір мысал келтіретін болсақ, мысалы 5-те 55. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. 6-ға жақын сан болған үшін 6 деп бізге нақты сан шығарып берді. Енді тағы бір мысал келтіретін болсақ, эко MT rand 1 мен 10. Сақтаймыз. Яғни бұл MT rand деген функция рандомное число. Яғни кез келген 1-ден 10-ға дейінгі болған сандардың кез келген біреуін таңдап бізге шығарып береді. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. Мысалы 2, 3, 7. Обновить еткен сайын өзгеріп отыра береді. Негізінен PHP тіліндегі қолданылатын операторлардың, яғни көп қолданылатын операторлар бірі болып табылады. Тағы бір мысал келтіретін болсақ, эко max жақша ішінде кез келген сан, мысалы 15, 25, 36, 5, 2, 8. Сақтаймыз. Яғни бұл осы берілген сандардың ішіндегі ең үлкен шығарып беретін оператор болып табылады. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. Яғни 36. Бұл сандардың ішіндегі ең үлкені 36. Дәл сол сияқты
ең кіші санды да тексеріп көрсек болады. Минимум сақтаймыз, тексеріп көреміз. Вот 2. 2 бізде ең кішкентай сан болып табылады. Жалпы бүгінгі сабақта айтылатындар осы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.